эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдамитова чалшам бешімдікі қаға бойле мәлімат. Миле телеканалының кечірілген 4 ел. Белабеш қасабасында шаған күртевлер құрантасы Қырым татар хаберлеріні ве eglenje программаларыны қачырмай бақа. Эркун Қырымның епсі сәкенлері үшін тақдим өтілген хаберлеріні бақып, Асанаға ве Хатиджи ханым өзлері үшін ең мерақлы шелер тапалар. Тамам Боевден Мухаммеди Киреев девам ете. Асанаға Куртиевның сабасы тереклер суварувандан башлана. 70 яшлы Нефахаджа азбарыны бақчаға чевырда. Бархач алма чешыты керасве айва тереклера. Бүгін қызылчық жимақның вақыты келді. Еміш вақытында желымақ керек. Егер кечке қалсан, құшлар чохурлар, яда пішкен қызылчық токіліп битер. Onlar pişkende ciyamız mı burada? Bu indi tıkanı keçi, tıkanın münasatı roza bulmak gerek. Onu ciyip sonra kapatasın. Oğuzun ne pişe böyle. Sonra indi alıp indi tatlı yaparsın, kompot yaparsın, ne canı istiyor o şey yaparsın. Ev işlerinden son Asan Kurtiev cemige kete. Асанаға район сәкенлерінен бераберлікті құрған жәмеде о уйле намазыны қыла. Нефахаджының қорантасы бұйық олмаса білеппек муабеттір. Бір қызы ве оғылы. Екібен екінші сенеса айле Қырымға Өзбекистандан авдет олынды. Асан ағаның өмір арқадашы Нурие ханым бүгін достлары үшін пиляв пішіре. Пиляв пішірдім. Бұл татарлар ер вақты пиляв пішірген пішірелер. Олайлы аш. Еркезге ете. 10 адам келсе де ете. 50 адам келсе де ете. Ойле бір бұчуқ. Бұл вақыт Асан Куртиев хаберлеріні сейреті. 100 баллов сертификата на получение премии сотрудникам общеобразовательных школ вручил глава Крыма. Миле телеканалы açılғандан берлі о іч бір чықышны қачырмады. Асанаға әпсі сонки яңылықларыны біле. Millet telekanalımı her vakti ben bakamın bu bu Kırım Tatar tilinde laf etken kullanamın için arkadaşlar ben de bakıp ben de öğreneyim bu Kırım Tatar tilinde. Kurtievler xorantası 4 yıl devamında Millet telekanalının beraber biz böyle sabah seyircilerimizge teşekkürler bildiremiz ve onlar için işimizni devam etemiz. Muhammed Zikriyev, Dmitriy Nizavoy, Millet için. Байрам арфесінде Миле телеканалының хадимлері Ахмедеттегі қан мерkezінің акциясында іштірак етіп, донор олдалар мерkezінің еші ве донор олмақ үшін не yapmaq кереклігі ақында Эльмас Аблакимованың левқасы. Крымский республиканский центр крови просит о помощи. Нужны потенциальные доноры для сохранения и пополнения ресурсов крови и ее компонентов для оказания своевременного переливания нуждающимся. Бу хаберны ешіткен сон Миле телеканалының хадимлері четті қалмайып ярдым етмеге тырыштылар. Хан тапшырмақтан әвел хан мерkezінің анкетасыны толдырамыз, сағлық алымыз ақта доғры жевапны язамыз. Бұнен хан қойылacak адамның сағлығы бағла. Sonra hayt etilemiz ve bizge donor kartalarını berelер. Хан тапшырмақтан әвел тіби бақуфдан кешмек керек. Хан басымы тешкіріле. Трансфузиолог әкім не қадар хан алмақны белгілей. Адетінже бұл 300 яда 450 миллилитр ола. Абсолютным противопоказаниям относятся такие заболевания, как инфекционные заболевания. Да, это ВИЧ, сифилис, там какие-то серьезные гепатиты, туберкулез, заболевания центральной нервной системы, полное отсутствие слуха и речи, болезни органов пищеварения, либо отсутствие какого-либо органа вообще. Герай Абдулаев телеканалымыздың видеооператоры. Хан мерkezіне ilk сефер 2016 сене келді. Бүгін о донор оларақ 12 кере хан бере. Это, не знаю, нравится и полезно для организма, и приятно, когда смс-ки приходят и оповещают о том, что моя кровь чью-то жизнь спасла.
Bir ayda 2 kere хан тапшырмақ мүмкін. 40 kere яда bundan da ziyade sefer хан тапшырғанларға Русияның шерефлі доноры деген унван берілі. Қырымда бөлілерінің сайысы 7000-ге яқын. Видеооператор Рамазан Аливапов ilk sefer donor oldu. Ayta ki hasta адамларға ярдым etmek için böyle mesuliyetli karar aldı. Скажи, как ощущения после этой процедуры? Может, там голова кружится или что? Обычный, как всегда. Как садился туда, так и встал. Обычно голова не кружится, даже ничего не болит. Представляешь, тут 3 часа не снимать повязку, не пить, не курить. Все. Yarım yıldan son hepsi donorlar sağlığını tekrar teşkirmek gerek. Tek bundan son onların kanı kullanıla bile. Muhammed Zikriyev, Elmas Ablakimova, Dmitry Nizavoy, Millet için. Енді Қырым отмегі Русияның қыта қысмына yollanıla. Қырымның Крым-хлеб муссисиясы бір айда Кубайны 30 тонна отмекнен теменете. Пошырылу процесі насыл кечкен ақта Султанеси Такаева тариф етечек. Отмек пошырылығы тамам бұ ерде башлана. Қамур басқан машина ярдымынен евелден азырланған масулатлар қарыша. Бұндан сон қамур көттерілі. Нефбеттеке базаба қамур пайлаштырылығы. Бұрышны муэндис-технолог Наталья Волкова көзеті. Мұнда ойынды 35 ел чалыша. Тәжірибелі мутехассыз қамур көттерілген долапны тішкіре. Тамам мұнда парчаланған қамур тұшы. Бір парчаның ағырлығы 570 грамм. Там задается температура в расстоечном шкафу и по температуре оно растаивается и поступает на подпечи. Бір фурун бір келеден ярым тонна отмек пішірет. Сонра мақсулат конвейер шыретінден суымаға yollanıla. Азыр ветазе отмек сатылыққа чықарыла. Отмек комбинаты геже күндіз 2 сменада чалыша. Бір суткада мұнда 145 тонна отмек мақсулаты пішіріле. Комбинат Бутун ярымаданы отмек масулатынен теменете демек мүмкін. Заводын филиаллары Ахмеджет, Ялта, Кефе, Кезле, Веджанко шәрлерінде ерлеші. Енді Қырым отмегі емде Кубаньға yollanıла. Русияның қыта қысмы үшін лезетлі қамур масулатыны керечте пішірелер. Мы там окучиваем нашу территорию с нашими хлебами, с нашими сдобными изделиями. И, в общем-то, достаточно успешно. На сегодняшний день это уже около тонны в день. Порядка месяца тоже 30 тонн мы уже вывозим на материковую часть. То есть, ну, в перспективе, конечно же, увеличение. Крым-хлеб муэссесі масус милlet телеканалы için бұйық томалақ отмек пішірді. Бұл милlet телерадио шirketінің доған күні не бақшыш олды. Предприятие «Крым-хлеб» от всего сердца поздравляет телеканал «Милlet» с 4-летием. Желаем вам развития, процветания, успехов и благополучия. И в этом году, и в наступающих, и в будущих годы. Всегда рады вас видеть у нас в гостях. И примите, пожалуйста, в подарок наш фирменный каравай. С праздником. Спасибо огромное. Поздравляем вас. Спасибо. Комбинатның бір филиалында чешет бөреклер истисалы бойынша yönelişler açıldı. Оларның қысқа вақытта суфраларға еткізмек үшін бұл айның сонына же буз долаплары олған машиналарны сатын алacaklar. Шымдықы вақытта муэссесіде 120 мақсулат чешеті пішірілі. Султанеси Такаева, Дмитрий Низовой, Millet için. Бізім телерадио шirketіміздің 4-ші доған күнінен мұхбірлеріміздің муарир ве реберлігіні серджілеріміз акимет векілері везен адашларымыз хайырладылар. Олар не тілегенлері ақта шымды білерміз. İnşallah bu kanalımız milletine, insanlara doğru malumatlar, doğru haberler, doğru bilgiler vermekteler ve böyle de çalışsınlar, böyle de devam etsinler. Bizim için, millet için o kanal çok mühimdir, çok gerektir. Çünkü her şeyimiz, dinimiz, dilimiz, kültürümüz, her şeyimiz o kanaldadır, o televizyondadır. Onun için hayırlı olsun diyeceğim. Ballarımıza oradaki çalışan müdüründen bekçisine kadar hayırlı olsun. Поздравляю наш любимый телеканал «Millet» с днем рождения. За 4 года он действительно стал родным, стал частью нашей жизни. Для молодого и креативного коллектива желаю творческих успехов, ярких проектов, интересного контента. И для наших телезрителей, чтобы ни один семейный вечер не приходил без «Millet». С днем рождения.
телеканал Милет хадимлері, телеканал Милет командасы сізні Ахметчит район мемлекеті адындан, Ахметчитте яшаған біздің жематымыздың адындан, шақшы өзімін адымдан, жан өректен қайырлайым сіздің бөле дүлбер мерақлы доған күніңізден. Әрдайым телеканал Милет біздің янымызда, жематын янымызда, бүтін янылықлар, насыл денішмелер олған олса біз телеканал Милетте көреміз, бақамыз, білеміз. Әрдайым шыққан янылар, бек мерақлы ола. Әлбетте, бүгін әпіміздің адыңыздан сіздің қайламаға істейім. Яқшы янылар, чоқ мерақлы сюжетлер ве чоқ серджелеріңіз чоқлашсын. Ве әпіңізге инкишаф, саулық сәлеметлік, бүтін тұтқан ишлеріңізде Алла әрдайым ярдымжы олсын ве қолай кетірсін. Хочется пожелать телеканалу Милет в этот день только самого лучшего. Да, это новых телепроектов, высоких рейтингов. Обязательно совместных с нами проектов, обязательно дружного коллектива и процветания на Крымской земле, чтобы ваш канал стал одним из самых смотрибельных на Крымском полуострове. Уважаемый Эрвин Казимович, уважаемые коллеги, Государственное бюджетное учреждение Республики Крым Дом дружбы народов и главные ваши зрители национально-культурной автономии поздравляют вас с днем рождения телеканала Милет! Изо дня в день вы делаете очень важное и интересное дело. Благодаря профессиональной команде и слаженной работе вашего коллектива каждый житель нашего полуострова имеет возможность узнавать о событиях, которые происходят в Крыму. Ваша деятельность способствует сохранению и развитию культуры народов нашей многонациональной семьи. От всей души желаем вашей команде благополучия и процветания. Пусть из года в год ваш телеканал становится все ярче, интереснее и занимательней. Желаем успехов, вдохновения, новых творческих побед. Стремитесь к лучшему, добивайтесь невозможного и побеждайте. Вітаємо з днем народження, Милет! Халахронья, Милет! Честит рожден ден, Милет! Хайрлы яшлар олсун, Милет! С днем рождения, Милет!